Рамазан айында дуалар мустажаб болады дейді. Дуалар Аллах Таала қабыл қылады. Әр ораза тұтқандың дейді, оз ачар кезіндегі дуасын Аллах Таала қайтарбайды дейді. Же болбосам сіз Рамазан мубарак дегенде Құдай Таала сенің дуаларыңды қабыл қыла тұрған айың берекелі болсын деген сөз. Бірақ дуа қылғанды білеміз бе? Дуа қылғанға даярданып отырмыз ба? Шпаргалка жазып башқа қылып, мен шу Рамазанда Құдайым бұйырса, мен Алпеште өстірген ата-енеме қызмат қыла албай қалдым кейбірлер. Кейбірлер мен өмір жолдашыма жақсы күйеу бола албадым. Же марқұм балама жақсы тарбия бере албадым. 30 күн ошоға дуа қылам деп бір ниет қылдық па? Же иншалла мен марқұм атама енеме арнап бұл Рамазанда мұнша садақа қылам дедік пе? Пайғамбарымыз саласа дауаты мустажабатун, 3 дуаны Аллах қабыл қылады деді. Дауаты сайым, ораза тұтқан адамның дуасы, ва дауатыл мазлум, құқығы тепселген жоқ жерден. Әділетсіздік менен құқығы тепселген мазлумның дуасы, ва дауатыл мусафир, сапарда жүрген адамның дуасы дейді. Башқаша айтқанда, ошо дуалар қабыл бола тұрған Рамазан айыңар берекелі болсын деген құттықтау екен.